Достар, барлықтарыңыз білесіздер, алдыңғы видеода мен 1000 теңге ойнатқан болатынмын киеларыңызға. Сол видеода міне осы бала жеңіп алды. Мен бұл бауырымды құттықтаймын, достар. Өте керемет комментарий жазып кеткен, барлық шарттарды орындаған, достар. Өте керемет, красавчик бала екен. Мен бұл балаға жаздым, достар. Және де осы номеріне 1000 теңге емес, достар. Маған таппағы қатты ұнағандықтан мен оған 1000 теңге емес, 1500 теңге единица қылып салып жіберген болатынмын, достар. Сондықтан менің мини конкурстарымды жіберіп алмай, әрқайсысына қатысамыз. Ал ендеше біз өзіміздің кереметте видеомызды бастаймыз. Йоу! Яғни бүгін біздер Free Fire ойындағы алдағы уақытта шығатын керемет заттар туралы айтатын боламыз, достар. Бұл видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп кетсеңіздер керемет болушы еді, достар. Я, достар, жақында білесіздер, қысқа обновление болады. Соның қарсаңында керемет дүние осындай фон болады, достар. Ойынға кірген кезде сіздерде осындай болып шығып тұратын болады. Бұл дегеніңіз енді өте керемет десем де болады. Маған қатты ұнады. Енді қыстық атмосфераны беріп тұратын керемет фон деп айталам, достар. Және де осындай екі персонаж, бір питомец шығатын болады. Анжела дейтін қыз персонаж бен Альваро дейма сондай ол персонаж, сосын Робо дейтін, достар, осындай питомец шығатын болады, робот. Бұлар енді өте керемет, бұлардың навыктарын білмеймін. Енді қандай навык болатынын жақын арада шыққанда көре жатармыз, достар. Енді бұл персонаждар өзіме қатты ұнады. Сіздерге де ұнаса лайк басып кетеміз, достар. Және де өздеріңіздің ойларыңызды бұл персонаждар жайлы жазып кетеміз. Бұл персонаждар енді 500 алмазға шығу мүмкін, немесе пополнениеге шығу да мүмкін, достар. Мен бұны толығымен енді неге шығатынын білмеймін, сіздерге сондықтан айта алмаймын. Және де, достар, Free Fire'ның официальный бір страницасында мынадай не шыққан, яғни сіздер персонаждың төртінші навыгы жақын арада қосылады деген, және де питомец, мысалы бір питомецті алсаңыздар, сол питомецке екінші навык қоса аласыздар, яғни бір питомецті алып екі питомец қылып ұстап жүруге болады деген секілді. Бұл енді өте керемет, өзіме қатты ұнады бұл идеялар. Бұл осындай идеяларын қолдаймын, достар, Free Fire'ның. Free Fire жылдан жылға өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр десем де болады. Өзіме енді қатты ұнайды, достар. Енді тағы да басқа бұдан бөлек көптеген заттар шығатын болады. Енді бұл туралы сіздерге алдағы уақытта айта жататын боламын. Және де бета версия шығатын болады. Бета версиядан, достар, видеолар жақын арада түсіріп шығаратын боламын. Сондықтан күтіңіздер. Өзіме енді бұл 4-ші слотты баяғыдан бері күтіп жүрмін, достар. Өткен жақсы болушы еді. 4 навыкпен жүрсеңіздер енді керемет болушы еді деп ойлаймын. Сіздерге де ұнаса, достар, комментарияға жазып кетеміз міндетті түрде. Енді Робо дейтін персонаж, достар, оның способності, яғни қабілеті кез келген персонаждың несін алып жүре аласыздар. Достар, міне және осындай зат шығатын болады, міне осындай лутбокс 25 неге. Бұл енді, достар, мен ойынға кіріп қарасам, бұл шығып қойған. Бірақ та сіздерге де айтып жатырмын, сондықтан бұл шығып қойған, енді керемет набор, өзіме қатты ұнады, достар. Және осындай маршмеллоудың бір скин шығады дейді, достар, шетелдік ютуберлер. Енді бұл, достар, мен өтірік деп айталам, 100%-дық фейк. Өйткені артындағы фондарын қарасаңыздар бұрынғы, және де бұндай заттарды шығарған үшін авторский, яғни права беріп тастайды, сондықтан Free Fire жабылып қалуы мүмкін. Және, достар, міне әр персонажға осындай прическа, киім таңдай аласыз дегендер шыққан. Енді бұл да енді өтірік па, шын ба білмеймін, достар, өздеріңіз көре жатарсыздар. Яғни бұл жерде біздер прическа және де қалаған киімдеріңізді персонаждарға кигізе аласыздар. Осындай шықса енді өте керемет болушы еді. Енді бұл ол кезде Free Fire емес, достар, Sims болып кететін еді, иә, достар, шынымен. Енді Free Fire'ға бұндай қоспаған жақсы болар еді, өзімнің ойым. Енді сіздердің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сол ойларыңызбен бөлісіңіздер. Міне осындай енді типа сондай ғой, достар. Фортты міне осындай алып киіндіре аласыздар. Шашын алып тастап енді водолазка жаңағы тағы да басқа прическалар кигізіп енді өте керемет. Енді бұл идеяны қосса, достар, енді 100% Sims сияқты болады. Міне, достар, бұл Тимурдың да осылай прическасын өзгертіп, киімін өзгертіп, енді красавчик жігіт қылып жібересіздер, бір сөзбен айтқанда. Енді бұларға сенеміз ба, сенбейміз ба, білмеймін, достар. Және де Free Fire'ға, достар, осындай, мысалы, машина келе жатса, или тағы да басқа жағдайларда бүйтіп айналып кететін бірдеме қосады дейді. Енді бұл да өтірік сияқты, достар, өйткені Free Fire'да физикасы қызық ыңғайсыз болып кетеді бұрыннан бері ойнап келе жатқан игроктарға. Сондықтан мен
Бұл информацияға сенбеймін. Сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, комментарияға жазып кетіңіздер. Өздеріңіздің кереметтей ойларыңызды, сіздердің де ойларыңызды міндетті түрде оқитын боламын достар. Енді тағы да алдағы уақытта жаңа жылдың қарсаңына орай осындай, яғни пикапқа осындай қызыл түстес керемет скин қосады деп жатыр. Енді достар, бұны қоса ма, қоспай ма білмеймін, разработчиктер, бірақ қосса өте керемет болушы еді. Өйткені білесіздер, пикапқа, яғни сол джипке әлі скин шықпағанын. Бұл скин шықса енді өте керемет болушы еді. Алып тағып жүрсең алыстан көрінеді, еще қыстың жаңағы атмосферасында қып-қызыл болып, керемет болып көрініп жүруші еді достар. Енді осылайша достар, қысқа да нұсқа менің сіздерге информациям, яғни нем ұнаса, сіздерге осындай информацияларым ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіздер, өте керемет болушы еді. Сіздермен болғанмен достар, әдеттегідей Мако. Келесі кездескенше сау болыңыздар.